Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих жолында тезектеліп қалады. Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашарлап хал харам боп. Қарағым, енді жату жарамасты. Кеңсе тілі қазақша болмай, іс оңбайды. Кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзін әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Зорлық, қиянат, қаншерлік жоғалып,